қуанышын бөлсе баршаңыздар да қош келдіңіздер. Міне бүгін Әлім ауылында Алияровтар әулетінде үлкен қуаныш Ақтүйенің қарын жарылған күн деп жатырмыз. Ол да болса мына бүгінгі Бауыржан ағамыз бен Маржан жеңгеміздің іңкәрдай қыздары өмірге келіп, осы бүкіл Алашпен бөліспесе де ағайын туыспен, құда жекжітпен бөлісіп жатқан жайы бар. Сондықтан да осы әулеттің, осы шаңырақтың той қаласында бір қол соғып, қошеметпен тойымызды бастаған жөн көріп жатырмыз. Ал баршамыздарда жайғасып жайлас болсақ, бісміллә деп бүгінгі тойымызды бастасақ, бісміллә іс қылма деген. Сондықтан да түбіміз түркі, түлегіміз жылқы, ұранымыз алаш, керегеміз ағаш, дініміз ислам, өзіміз мұсылман баласы бола тұра алдыменен өздеріңізбен сәлемдесіп амандасқанда жөн көрдік ағайындары. Сондықтан да жігіттік ақындыққа жарайында, көңілін көпшіліктің табайында, алдарында Алла жар деп той бастадым, әуелі амандасып алайында. Сәлем сөздің атасы болар айқын, қазағым оны желден бағалайтын, армысың, аманбысың, ардақ телім, асабаға қабақшытып қарамайтын, өздері қол алысып сөйлескенде сөздері жүрегіңді жаралайтын, 30 күндік ұлан асыр тойын жасап, 40 күндік қызығы тарамайтын, той десе құл бас томалайтын. Ассалаумағалейкум қазақ ел деп амандасқанымыз осы болсын ағайын. Ай, уағалейкум ассалам дегендерден бір шапалақ болсын ағайындар. Мына мұсылмандықта айтады, сәлем берген сауап алады, сәлем алған қызығын көреді дейді. Сол айтқандай Құдайым осындай қызықтан сауаптан жазбасын, көргендеріміз той болсын. Мына бүгінгі Бауыржан ағамыз, Маржан жеңгеміз тойларыңыз құтты болсын. Мына кішкентайымыздың бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Осы бүгінгі әулетке не дейміз? Болмасын деуші нәубеті, бала адамның бауыреті. Осындай міне жиында іңкәржандай қызыңмен үйіңнің кірсін сәулеті. Тойларың тойға ұласын, Алияровтар әулеті деп тағы да бір қошеметтеп қойыңыздар. Осы бүгінгі іңкәр қызымыздың артынан жалғаспайлар өмірге келе берсін. Тойларыңыз той қыласын. Ал олай болса көп сөйлеп созбай, әдептен озбай, бүгінгі тойымыздың дастарханымыздың бет пердесін бүгінгі үлкендердің ақпата ақ тілегімен ашқанды жөн көріп жатырмыз. Сондықтан да тойымыздың төрінде сақалдарына сән беріп, мақалдарына мән беріп, осы тойға бата беріп келіп отырған ақсақалды аталар болса, көкіректері бұлаққа, құшақтары жұмаққа айналған ақжаулықты әжелеріміз, яғни айтқанда бүгінгі Әлім ауылының үлкендеріне сөз кезегін жолдаған жөн көріп жатырмыз. Ата баласы Әлім ауылы қуаныштарыңыз құтты болсын деп, үлкеннің батасы жастың тілегі қаулы болсын деп, ал ақсақалды аталар қуаныш құтты болсын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Міне бүгін Алияровтар әулетінде үлкен қуаныш той, осы Құдайдың берген немересі. Сол баламыздың өмір жасы ұзақ, бақытты, дәулетті, келешекте үлкен азаматша болсын Құдайым. Солардың жастардың заманын берсін, патшамыз әнсап берсін. Осы жас үлкен ата әжесінің алдында, ағайындар алдында, ата анасының алдында бір балалық шақ берсін Құдайым. Сол қызымызға. Сол балалық шақта ойнап күліп, оқуға барып, үлкен азаматша болып, алдымызда аман, бақытты, дәулетті бір перзент болсын Құдайым. Сол келген қадамдарын құтты болсын, алыстан жақыннан келген ағайындар. Той қыласын Құдайым. Асауымыз асық, еліміз парақатшылық болсын. Той қыласын. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Тойшы қауым, ассалаумағалейкум. Бүгін міне Алияровтар әулеті деп жатыр ғой. Алияр ата да көрдік. Бұл баланың әкесінің аты Бейсенбай, мамасының аты Жұпар апай. Бәріміз бірге көрші болдық. Қоңыратаудан Қарезім колхозда. Ағамыз бен апамыздай болып өсіп еді. Мына балдар қолымызда өсіп еді. Міне бүгін дүнияға бөпеміз келіп, үлкен қуанышқа бөлем дастархан жайып жатқан екен. Бауыржан қарағым, тойың тойға жалғасын, қарындасым, сізге сол айтатыным сол. Бауыржан, бұрын көрші інім едің, енді күйеусің. Енді құлағынан сүйреп тұрып, шақырған кезде келмесін сүйрейін құлағын, біліп қой соны. Оны қосып едіңіз оған. Ал тойлар той қыласын, барлықтарыңа рахмет, сау болың. Құтты болсын айтам.
Балдар бақытты болсын, той қыласын. Ай, Ілая, әумин дегенде бір қол соғып қошеметтеп отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді ағайындар. Ай, тамаша. Әлмолынан әжелер бар ма? Ақбатан, Ақтілекті арнайтын, аталардан қалмайтын. Нағашылар ма? Нағашылар жалғастырамыз қазір. Олай болса, мына үлкендердің айтқан бата тілектері қабыл болсын, періштелер әумин десін. Тойларымыз той қыласын ағайындар. Ал олай болса, бүгінгі тойымыздың, дастарханымыздың бет-пердесі ашылды. Бауыржан ағамыз бен Маржан жеңгеміздің бар тапқаны осы тойға шашылды деп алдарымызда 90 түрлі тағам бар. Осы тағамдардан, сусындардан ала отырыңыздар. Ал қонақтар сіздерге sıрадан бал, құстың сүтін бірақта сұрамаңдар. Арақ ішіп сіздерге айта алмаймын, шай ішің деп айтуға правам бар деп тәбеттеңіз тартқанша алдарыңыздағы ас ауқаттан ала отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын ағайын. Жаңадан келіп жатқан ағайындар болса, қош келдіңіздер, құтты қадам болсын. Той төрінен орын ала жайғазамыз. Ассалаумағалейкум. Баршамыздың шалқып жүргеніміз Асқартаудай әкелердің, аналардың арқасы, бірінші Алланың арқасы. Ал баршамызға қуаныш құтты болсын олай болса. Асқартаудай әкелеріміздің құрметіне ән шашуымыз қабыл алыңыздар. Кейінгі шеберім, жаннеке жан жүрегім, қиналсам күш қуат демедің, сүрінісем тірегім. Қалдырмас аязға ызғарға, қалбымас қар тауы. Жанеке қасымда сіз барда, арайлы әр таңы. Әр қашанда биік көретін мені басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Арнаdım algıstazım, hiç mektep jetalmaz oğluma, en mutlu ustazım. Aksaydı oluna erlekim, elde жоқ bak bolğanım. Жетеді жанеке мен үшін, сізді yak болғаным. Әр қашанда биік көретін мені басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Ай, тамашамына жаңадан келіп жатқан апамыз, қош келдіңіз. Ай, мына білетін әжелеріміз қосылып, қошеметтеп отырайық. Той ортақ, қуаныш ортақ, бақыт ортақ. Әр қашанда биік көретін мені басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Асқар Таудай әкелеріміз аман болсын деп бір қошеметтеп отырсаңдаршы, Құдай-ау. Білмеймін, мына екі қолдарыңызды столдың астынан тығып алып не істейсіздер? Тойда отырмыз ғой, ағайда бір шығарып шапалақ ұрып отырсаңдаршы.
Ya mына бүгінгі Әлім ауылының той боласын деп. Ағаларымыз қошемет қайда? Апаларымыз қошемет ұрып жатыр. Ай, тамаша. Осы тойда, осы жерде кім тамаша қошемет ұрса, сол адамға приз бар ал. 1, 2, 3. Кет. Ағаларымызға приз керек емес ол. Көзге көрініп, менің көзіме көрініп шапалақ ұрып атқан әжеме берейінші осы. Одан да қаттырақ ұрасыздар. Әже құтты болсын ие. Осы бүгінгі кішкентайға әжеміздің жасын жолын берсін Құдайым ие. Нағашы әжесіне, әжесі шапалақ ұрмай тұр ғой. Ұрып аттыр. Аямаңыздар қошемет. Той ортақ, қуаныш ортақ, бақыт ортақ ағайындар. Енді тек шапалақ ұрғанға бере бермейміз ағайындар. Мал баланың шашы о деген ағайындар. Ой, әжелерге бергеннен кейін береміз қазір, асықпаңдар. Осы барша қонаққа осы бүгінгі Бауыржан ағамыз бен Маржан жеңгемізден сый-сияпат бар ағайындар. Құр қалмайсыздар. Орнымыздан тұрып, не болмаса сөйлеп, не болмаса билеп приз алмаймыз. Орнымызда осылай отырып приз аламыз бүгінгі тойда. Әлім ауылы айтып жатыр, Бауыржан ағамыз бен Маржан жеңгеміз, ой, тек тамаша сый-сияпаттар жетеді, Құдайға шүкір деп. Бауыржан ағамыз айтады, дым жақсы билеп, өнер көрсеткендерге бірінші орын алғандарға iPhone сотка, екінші орын алғандарға семіз тоқты, үшінші орын алғандарға әдемі кофта десе, Маржан жеңгемізді қалыспай айтып жатыр. Жақсы билеп, өнер көрсеткендерге алтын жалатылған барықтығы, екінші орын алғандарға китайский жаулық дейді. Сондықтан да әйтеуір құр бос қол кетпейсіздер. Мына тойдан кішкене ойын болса деп жатқанымыз ғой ағайындар. Жауап, сұрақ, ойын. Орнымызда отырамыз, мына жерде маэстро музыка болады. Сол әнді тапқан адам қол көтереміз, бір жұмақ орындаймыз, приз аламыз. Болады ғой? Маэстро. Қойшы, әже. Әжемізде басқа қол көтеретін адам жоқ па? Әжені көріп өттің ғой? Әжеме барыншы қылса да. Шапалақты да ұрды, қолды да көтерді. Осы әжем атсалысып отырады. Қандай ен? Арманым саған ауған, самал жұлдар жағалаудан. Жүректе тербетілген ақ жайығым. Өзіңсің жаным, жаңғырт қананым, кәсидің толқын тауларым. Сен біздің көгілдір махаббатым, ал қызыл алаулы таңдарым. Ай, деп бір әжемізге қошеметтеп қойыңыздар. Бұл әжем өзін жақсы ұстайды екен, ән айтқанда көңілімізді құстайды екен, әжеміздің даусына қарап тұрсақ, Роза Бағланова әжеміздің даусына ұқсайды екен, бір қошеметтеп қойыңыздар. Осындай тойларда ән айтудан, өнер көрсетуден шаршамаңыз. Аталар, ағалар көңіл күйі қалай? Бұлардың тоймен шаруасы жоқ кәдімгі, өзімен өзі тойға ат салсатын осы әжелер мен апаларымыз. Әжеме тағы да приз берейін деп жатыр. Осы приздің бәрін осы әжем алып кетейін деп тұр ғой дейін. Енді бермегенде қайтейік, ат салысып жатыр. Енді сізден бұрын көтеріп қойды кәне. Келесі ән табыңыз онда әже. Ау, мына әжеміз. Өтіп бар ғой, сізге көрдім бұл. Ал, той құтты болсын. Талғаш жаңа таныс, үстек талғаш қайықта, ұшқыр қиял кетті аламыз, қиырмашы лайықта. Самалар толғандырған, айдың шалқар көрбетім, сәулем мені ойландырған, сенің жарқын келбеті. Деп, әжемізге бір қосылмасаңыздар да қошеметтеп отырыңдаршы аталарымыз. Ай, тамаша. Құтты болсын, апа. Жастығыңыз жұмсақ болсын. Біздің қазақ көре алмайды. Айтады ғой,
Бар болса бере алмайды, жоқ болса бере алмайды, бар болса көре алмайды. Бір әжемізге қошеметтеп отырсаңдаршы, Құдай-ау. Осындай жасқа келіп, осындай тойда ат салысып, ән айтып жатқан әжелерімізге. Иә. Нема мына ағаларымыз, аталарымыз ат салсаздар ма? Мен мынақа қарамай сіздерге қарап тұрайын. Кәне маэстро жіберші осы. О, көтерді. Бір қошеметтеп қоя. Аңсаған бақытым сияқтанып, айтылып келеді қияқтанып, жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Мен жанды дауыстыда маңдай ән айтатын ағаларымыз бар екен ғой. Бір қошеметтеп қояқшы ағайындар. Құтты болсын. Сары келіп тұрады ол қасында. Ай, құтты болсын. Ал, әжелер, аталар, ағаларымыз, апаларымыз осылай атсалысып отырыңыздар. Айтып жатырмыз, той ортақ, қуаныш ортақ, бақыт ортақ деп. Осы мына атсалысып жатқан аталарымыз, әжелеріміз әрқашанда алдарымыз аман болыңыздар. Осы үлкендеріміз туралы бір әзіл әңгіме айта кеткен жөн көріп жатырмыз. Күлсең кәрі өкел жасын береді, жолын береді деп жатады Құдайым. Сол айтқандай осы аталарымыз, әжелеріміз туралы бір әзіл әңгіме айта кетейік. Осы бұрында жасы осы әжелеріміз сияқты 70-70-ге келіп қалған әжеміз дейді, немересін ұйықтата алмай жатқан көрінеді. Содан әжеміз немересіне жалынып отыр дейді, ай Құдайя тоба, Құдайдың берген ау, Құдай үшін ұйықташ десе, немересі әжесінің бетіне қарап тұрып айтады дейді. Әже, күнде мені осы ұйықтатарда Құдай деп қоймайсың, Құдай деген кім деген ғой. Сонда әжеміз алдастырып айтып жатыр дейді, айналайын балам, Құдай деген кім емес, Құдай деген ұлы құдірет, 18 мың ғаламды жаратты, баршамызды жаратты. Оны көруге ешкімнің күші жетпейді, одан да сені ұйықта деп немересін ұйықтатпастаған көрінеді. Содан таңертең немересі атып тұрып келіп әжесіне айтып жатыр дейді, әже, мен түнде Құдайды көрдім деп. Әже шошып кетті, ай Құдай, оны қайдан көрдің десе, түнде сен ұйықта дегенде өтіріктен ұйықтаған болып көзімді жұмып жаттым. Сол кезде атам келіп артыңнан түртіп еді, Құдай-ау келдің бақыр деп айттың ғой деп айтады дейді. Сол айтқандай осы ата әжелерге немере шөбере шөпшек көруден жасында бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар ағайындар. Қарты бар үйдің қазынасы бар деген әрқашанда аталарымыз, әжелеріміз алдарымыз аман болыңыздар. Мәке келіп бір ақ тілек тыңдап кетіңіздер, нағашылардың тамаша тілегін тыңдайық деп жатырмыз. Тойымыздың төрінде бұрынғының ұлығы деп, ұлысы деп, бұрынғының сөзінің дұрысы көп. Мен сені жақсы көрем, нағашы жан, ардақты анашымның туысы деп, аяулы ақмамамның інісі деп. Тойымыздың төріндегі сүт нағашы, түп нағашы, кәрі нағашы, өз нағашыларына қошеметпен сөз кезегін жолдаймыз ағайындары. Ал нағашылар той құтты болсын. Нағашы деген домбыра, жиені оның тиегі, нағашысы бір тілек айтса, жиенге барып тиеді деп. Ал, той құтты болсын. Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Міне айта берейін. Қадамдарың құтты болсын. Бауыр, Баржан. Беріп атқан тойларың құтты болсын, оң болсын. Қызымыздың өмір жасы ұзақ болсын. Ізіне ере берсін, көбейе берің. Алланың берген жасын жасаң. Сол қызықтары көбейсін. Барлықтарыңа той тілеймін. Тойларың той боласын ал. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Бақытты болың барлықтарыңыз. Рахмет. Шапалақ ұрғай қожекені. Әумин. Нағашылар бар ма? Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Тойларың оң болсын. Мен өзім таныстырып кетейін мына. Әлімол Маржан келіндеріміздің нағашысы боламын. Тоғыш Балабек. Тойларың оң болсын Әлімолы. Тойларың той баласында кішкентайдың бауы беріп болсын Құдайым. Үлкен азамат болсын болса Әлімолының. Нәл дейміз. Тойларың той баласын, ізі көбейе берсін кей бала. Кей бала оң болсын бәрі. Бұл жерге сен айтып той деп келейік. Денсаулық мықты болсын да кішкентайыңыз. Баяғыда бір екі өзбек пойызға мінейін деп тұрып, сіз мінейін деп тұрып, пойыз жетіп кеткен екен ағайындар. Нағашылар қосыламыз деп жатыр, әл әжелер. Той құтты болсын.
құрметті Әлімауыл, Бауыржан, Ақмаржан бауырым, Маржан бауырым болады менің. Өздеріміз Баубекпіз. Ақмаржан менің сіңлім. Мына жиенім құтты болсын. Бауыржан бөпен құтты болсын. Көптен күткен қызығың арты көбейе берсін. Дастарханың тойға жайылсын. Бірінші аттап келіп жатырмыз үйіңе. Құтты болсын үйлеріңде. Өніп өсіңдер, жапырағың жайылып, мына алыстан келіп жатқан қайынсіңдерім бар, қожелден келіп жатқан қыздарым бар. Абысыным көп сәлем айтыпты, жақсы болып кетсін, тойға барайық. Бәріңізге де жеңдерің құтты болсын, арты көбейе берсін, балдар өніп өссін, тек тілекшіміз біздер. Тойың той қыласын. Құрметті тойшыға, той құтты болсын. Қайынсыңның күйеу бала құтты болсын, айналайын мына кішкентайларың, қоныстарың да құтты болсын, жаңалықтардың бәрі құтты болсын. Келсек тойға келейік. Көпелеріңіз көбейе берсін, өніп өсін. Абырайлы мына үлкендердің жолын берсін. Келін алың, немерейлі болың, шөберейлі болың, үлкен семья болыңдар. Келсек тойға келейік, қайынсыңның құтты болсын. Күйеу бала бәріңе де. Келіп атқанымда қайынсыңлерім, күйеу балдарым бәріңе де құтты болсын. Той тілейін бәріңе. Құрметті тойшықау, Бауыржан, Ақмаржан, мына Дүзнесібе деген сонау Алматыдан келіп едім, осындай сіңлімнің, бауырымның үйінде шашу болып жатыр деп, соған жетіп келдім мінекей, Дүзнесібе деген. Рахмет. Мына өніп өсе беріңіз, ісі жалғаса берсін. Үйіңізге келсек той деп келейік, дастархан толы болсын. Осы міне қаумалап, міне ауылдан сіңлілерім келіпті, олар да бәрі той деп келе берсін. Көбейе берін, өсе берін, өне берін. Алматыдан, Ақтаудан келіп жатыр Маржан апалар, шашуға. Ақтөбеден келіп жатыр. Асталы Бауыржан, Ақмаржан, еліміз болады. Құтты болсын, өтең бауы берік болсын. Ең азаматша болсын, ел сүйер, халық сүйер. Барлығы дастарханы тойға жайылып. Сол ағайын тұрманың ортасында гүлдей жайнап, жарқырап, көбейіп жүре беріңіз. Тойға жиылған барлық қауымға той тілеймін. Тек дастархандарыңыз тойға жайылып жүре беріңіздер. Мен де Ақтөбеден келдім. Браталымыз айтып алайық. Жадыраға бере ғой. Қаласынан келіп жатыр біз Ақтаудамыз, алыстан келгендер айтсын деп жатыр. Бір қол соғып қошеметтеп қойықшы, болса да жолдың қашығы сонау Алматы, Ақтөбеден келіп жатыр, қонақтың не бір асылы деп. Қайсысы? Ақтан келген? Қайдан келдіңіздер? Қош келдіңіздер. Маржанның апасы. Құрметті тойшыға, тойларыңыз құтты болсын. Мен Маржанның туған апасына, әкесінің туған қарындасы болып, атым Ақсынан, Бейнеуден келіп тұрым. Тойларыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Осындай тойды бағының ішінде абыройны, жақсы күндерді кездесе берейік. Ал Ақмаржан бауырым дүниеге балапан келіп жатқан екен. Балапанның өмірі ұзақ болсын. Алла тағалам өмірін ұзақ қылып, алдында көз қуанышың болып жүре берсін. Тәй-тәй басқан күндерін көріп, қуанышқа бөлене бер жаным. Ал күйеу балам не? Мына қуанышың ұзағына болсын, көптен күткен қуаныш қой, адамның арманы ғой. Арманың орындалып жатқан екен, құтты болсын. Арманың әлде де орындала берсін. Сол ниетке жете бер. Бастарың аман, бауырларың бүтін болып, аузы сыйласып та, осындай үлкен қожалық болып, жақсы семьяның бірі болып жүре беріңдер. Балапан деген кішкене қуаныш қой, ана мен әкенің қуанышы, сол көз қуанышыңыз болып жүре берсін. Сенің бауыр берік болсын, биыл балапанның дүниеге келіп жатқан қуанышына келіп жатқан екенбіз, келесі жыл жасқа толған қуанышына келейік, одан арып мектепке барған, табалдырық аттаған күндерін көруге нәсіп етсін Алла. Ал ағайын тумалар бәріңізге осындай жақсы күн несіп етсін, қуанышты күндеріміз көп болсын.
Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болып, жақсы күндерде жүздесе берейік, ауызбіршілікте, сыйластықта жақсы күндеріміз көп болсын. Ал баршаңызға осындай жақсы тілек тілеймін. Аумин. Берекелі Бейнеуден келген апамызға да бір қошемет деп отырыңыздар. Ай, тамаша. Ал. Кәне. Нөкіс қаласынан келген қайсысы? Бексұлтан деген атасы. О, атасы бір әнімен келіп жатыр. Шетелден келіп жатқасын жерде ол. Тамаша әнімен бұл. Домбыра. Жанды дауыспен қара бер. Ай, ағайындар бір қаттырақ қол соғып. Саламатсыздар ма? Ассаламағалейкум. Қош келдіңіз. Жайғасайық бір шеттен иә, шашылды. Бүгінгі маржан келіндеріңіздің, маржан қыздарыңыздың Асқартаудай әкесі деп жатыр ағайындар. Бір қошеметтеп қойсаңдар. Ай, тамаша. Сүй. Сүй. Мәген қайда бар ма? Аталар мен аналар тілек айтайын деп жатыр. Апа, қош келдіңіз. Егеулеп бірден қылат жарыстар енді бір әнді. Той құтты болсын. Hoş geldiniz bәріңіз. Бақыт болсын, өмір жастасып, жоқ болсын. Міне немерелер көбейе берсін. Бүгін қызым мен күйеу баламның шаңырағына келіп жатқан екенбіз. Ақтығымыз құтты болсын, өніп өссін, мына күніме айтып жатқан тілектер қабыл болсын. Әйтеу ізінен көбейе берсін, іңкәр қызымыз іңкәрдай сезімді, мөлдір махаббаттай болып жүре берсін, әдемі қыз болсын. Ауылдағылардың бәрі сәлем айтып жатыр, нағашы әжелерің, жеңгелерің, ағаларың, Алматыдағы да ағаларың, жеңгелерің сәлем айтып жүреді бәрі. Оны өсін, ізінен көбейе берсін, балапандарымыз. Әдемі жақсы қыз болсын. Іңкәр сезімдей ойнап күл жүре берсін. Ал соң. Ал соң үшін алып қойын. Біздің атымызда бір қосық жоқ па? Алып қойын дейді. Бол дейді, басқа зат жоқ дейді. Аласын сосын, сыртқа шығып билейсіңдер. Ата-аналардың айтқан тілектері қабыл болсын, періштелер әумин десін. Білмеймін ғой мен апа. Кім екенін танымаймын бұл. Ағамыз ба? Жоқ, новый весе жүр. Неман не болады екен, ол жақта айта берсеңіздер, жоқ ренжімейді. Өзім айтамын. Қызымыз бауы-берді болсын, үлкен қыз болсын, осы қыздың тұсаукесерінде оққа барған тойларында отыра берейік. Бәрімізге көз қуанышымыз құтты болсын бәріміз. Алалай әумин. Аллаға той құтты болсын. Ақпата ақ тілек. Бәрі шағында аманшылық, тыныштық, той бола берсін. Жақсы күнде ұшата берейін. Аллайым, ассаламалейкум. Ассаламалейкум. Бер. Бағызбағалар, жезделер. Орынбасар деген жездесі бар дейді. Махамбет бар дейді. Ал той құтты болсын ағалар. Ассаламалейкум. Маңдан, Бауыржан, мына көп келіпкен еліңіз құтты болсын, жасы ұзақ болсын. Есі жалғаса берсін. Дендені сау болсын. Аллайым, мен ағамыз көп айтады жарды барғай кетті отын. Ал құтты болсын, тойы болсын. Нағашы апасы.
Hoş geldiniz. Birge geldi, o sapamız aytadı koy deyim. Әншіге сөйлейміз. İşarıp, Koyşығауым, Бауыржан, Маржан, бауырым, Шілдеқаның оң болсын, дайымна қызымыздың, кар қызымыздың бауы берік болсын, өмір жастары ұзақты, бақытты, несібелі қыз болсын. Іңкардың ісінен сезін сияқты егіздер көбейе берсін. Сіздер келе берейік, сіздер шашу бере беріңіздер. Дайымна ауылдағы өкістегі нағашы әжесі күшті сәлем жолдап жатыр. Солардың артынан сауаларымыз бар қазір тапсыратынымыз. Келсек, осындай жақсы күнге келе берейік. Бақытты үлкен семья болыңдар. Ата әжелерінің жолын берсін. Бақытты болсын. Амин. Қош келдіңіз бүгінгі киелі Маңғыстау жеріне. Неге асығыспай отырайын деп жатсыз ба? Сізді бір әнімен деді. Бір қошеметтеп қояқ. Сонау Бесқала жерінен тамаша ән алып келіп тұрған апамызға қошеметтеп қойыңыздар. Бейтартылып барлық ойын ойналсын, анаң көріп жастық шағын еске алсын. Басқа тойды тойламасаң тойлама, іңкәр жанның шашу тойы тойлансын. Басқа тойды тойламасаң тойлама, іңкәр жанның шашу тойы тойлансын. Асып тұрған, тасып тұрған шағыңда, шығын шығып кетер әуге тарылма. Шыққаны шағыны орнының тауып оралар. Күлім деген іңкәр тұрса алдыңдай, күлім деген балаң тұрсай алдыңдай. Қыздың аты қыз ғой шіркін қашанда, төбесіне алтын құйып бақсаңда, шаңыраққа ие болып қалатын. Ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда, шаңыраққа ие болып қалатын. Ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда. Ендігі жағы көбейе берсін айтыр. Ендігі бесік тойларға да келе берейік. Әумин. Біз жаңа шатасып кеткен екенбіз ғой. Сізге өлең емес, қосық айтып беру керек еді. Қосық айтып берсеңіз. Бір қошеметтеп отырсаңыз, бір қарақалпақша ән болсын. Осы жерде ауыл сағынғандар бар. Кеттік па? Есіне сені білмейсіз ба? Қайсы маяпасы қайсы? Ол өзінің тілегімен айтады. Құтты болсын. Ал, нағашылар бар ма тағы да? Сол. Ал, құтты болсын, апа. Ешарып Қойшығауым, тойларың құтты болсын, бауырдар, бау берік болсын, үлкен азаматша болсын, бізден ере берсін, кішкентайлары, інілері, сіңлері көбейіп. Дастарқандан тойға жайылсын, келсек той деп келейік әйтеуір. Барлығыңызға той берсін, тойлар тойға аласа берсін. Құрметті Қойшығауым, себеп мына іңкәр қызымыздың шашуына келіп атпыз. Маржан сіңлім, Бауыржан күйеу балам. Мына қаншайымыңның шілдеғанасы құтты болсын. Үлкен азаматша болсын. Білімді, оқымысты, халықтың таңғалғандай қызы болсын. Тек өрісін кеңе берсін құлным. Келесі жыл және келек. Және босанып жатыр Маржан қызым деп. Порсықпай, ұлдарда келіп, қыздарда келіп, тек жалғастар көбейе берсін. Бірінші орында. Тілекшіміз өнсін, өссін. Тек қызықтағанымыз сол сіздердің жендерің қызығымыз болсын. Нағашылар тілегімен буа берсін, жастарымыз жолдарын қуа берсін. Мына бүгінгі Әлім ауылының келіні, Маржан келіндеріңіз жылына асан сендері туа берсін деп бір әумин деп қошеметтеп қойыңыздар.
Nima? Өлең айтасыздар ма, әлде кете берейін ба? Айтыңыз. Енді менің айтатын әнімнің ішінде радиотаттар да бар, ата-ана да бар. Айтайын. Жашағыңда ойнада гүл күйін жүрме өкініп, анам дегізген балқаймақты жегізген, айналайын анамнан ай түнде тұрып емізген, айналайын анамнан ай түнде тұрып емізген. Әкем дегізген, желік жағып жегізген, қатарымнан кем қылмай ай, кем құрбыммен жүргізген. Қатарымнан кем қылмай ай, кем құрбыммен жүргізген. Құдам дегізген, құйрық бауыр жегізген, айналайын құдамнан ай, олын кию еткізген. Айналайын құдамнан ай, олын кию еткізген. Қызым менің қуанышым, олым болса жуанышым, қыз ұзатып келін алып, көрсем деймін қуанышым. Қыз ұзатып келін алып, көрсем деймін қуанышым. Жусан деген шөп екен, қызмен етіп көп екен, бірге тумақ бар екен ай, бірге жүрмек жоқ екен ай. Бірге тумақ бар екен ай, бірге жүрмек жоқ екен ай. Қыз дегені сол екен ай. Ебедек деген шөп екен құтты болсын. Менің атымдан спонсор той елі. Бір қошеметтен қойыңыздар. Ал, екі қыз бар. Дуэт айтама, қалай айтады? Қайсы қыз? Зәуре Шынар. Қайсы? Қол көтеріп отсың, мен мұнда деп көрсетіп отырып өтсем. Ассаламалейкум. Құдағайлар, апа, ағалар. Міне бүгін той тойлап келген тойларыңыз құтты болсын. Мына тойға жалғаса берсін. Дүнияға келіп атқан сәбидің өмірі ұзақ болсын, бақытты болсын, әке-шешесінің адал перзенті болсын. Осы қыздың оқуға барған, ертең оқу бітіріп ұзатылып атқан тойларында да бір куәсі болайық. Аман болайық, дастарханымыз толы болсын, достарымызға жайылсын, бақытты болыңдар. Құрметті тойшы қауым, тойларыңыз тойға ұлассын. Манадан бері айтылған қос періштенің құлағына шалынсын. Болды ма? Не деген шапалақ дейді ғой. Қошеметті қосыңдар. Не дейді? Қосылам дейді. Қосыламыз дейді. Қақтан келген? Қолдарым көшір. Сіз бе? Бауыржан, кішкентайларың бауыр беріп болсын, құтты болсын, жыл болсын, бізді көбейе берсін, жалғаса берсін. Бұдан көңілі Алласы құтты болсын. Маржанның жиеніне бір қошеметтеп қойыңыздар. Қане апасы? Қайсы әжемізді? Бірінші айтпадыңыз ба? Осы үстіңізге кісі жоқ қой.
Енді нағашылар деп бір шеттен бетін ғой. Қайдан білейін? Апасы, Маржан. Кімнің апасы? Маржанның апасы болса нағашысы болмайды енді. Кішкентай. Тамас. Құтты болсын. Құрметті той шығауымына кішкентай сәйгі себепті қазір батыр екен. Бағдарламасының қуанышы болсын. Бізді көбейе берсін. Өтібай шағырдың жиыны. Бауыр қосағымен қосағасын, қоныстарда құтты болсын үйлері. Ішінде барлық уақытта тек дүңгірлеген той бола берсін. Келсек, шаңырақтарда тек жас күндердің қуасы болып келек. Анашылық той қыласын. Бізді жалғаса берсін. Әумин. Әжеміз тілек айтып өңіз, ән айтып приз алып отыр. Оның түкетпіз сөзіміз. Құтты болсын, апа. Айтқан тілегіңіз қабыл болсын, періштелер. Әмин десін. Истият ауысып келіп отқан деп батырым. Той құтты болсын. Құрметті тойшы қауым, той құтты болсын. Ал қызым Маржан, күйеу балам Бауыржан, жас нәрестенің бауы берік болсын. Тігіп атырған отаулар құтты болсын. Құдайым үбірлі-шүбірлі болсын. Кейінгі жағына ере берсін. Аты жалғас болып, жалғаспай бола берсін кейінгі жағында. Ана дастарханың барлық уақытта тойға жайылсын. Тойың той қыласын. Жақсы тойсы қауып, мына Бауыржан менен Маржан көршімін. Айналайын көптен аңсаған армандарым бүгін орындалып, мына Құдай жекжат туысқан бауырларыңды шақырып, тойлап жатырсын ақтастарқасы жай. Сол ақтастарқаны үлкен болып жайлы берсін, мықты болсын. Түбің бір, шақаң мың болсын. Елге елеулі, қалаулы бір жақсы азамат болсын, мына дүнияға келіп атқан қызымыз. Бақытты болсын. Әумин. Көрсөзеге бір қошеметтеп қойыңыздар ағайындар. Тамаша. Мына жаңадан келіп жатқан ағайындар қош келдіңіздер. Мына бүгінгі нағашылардың айтып жатқан тілектері қабыл болсын, періштелер аумин десін. Ассалаумағалейкум ағаларымыз, қош келдіңіздер. Той төрінен орын ала жайғасамыз. Осы кісілер жайғасып болғанша мына нағашылардың құрметіне бір тамаша ән орындап берген жөн көріп жатырмыз ағайындар. Баршамызда ауылда туамыз, ауылда өсеміз, ауылда өнеміз, содан соң қалаға көшеміз, содан соң баяғы ауылды аңсап жүретін қазақтың ұрпағымыз. Сондықтан да ауылды сағынған ағайындардың құрметіне ауылға сағыныш әнін қабыл алыңыздар деп жатырмыз. Білетіндер қосылып, білмейтіндер болса, өтірік болса да қошеметтеп отырыңыздар енді. Хей, қошемет қайда? Жол жүрем бүгін, қағыда бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім менің ел жүрем. Ауылдың суы, ауылдың мұғы аңсаты, күйбең тірліктің дүрбең шулары шаршатты. Ел жақта аңқылдайтылар, қарамайтылар бар жоқтай. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбақтай. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбақтай. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Танысым қашан, кереймен елге маңдайды. Ек жақындарым азайып кеткен келмеске, көз көргендерім азайып қапты сол қайғы. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта.
жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа, ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Аңқылдай долар, қарамай долар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Ауылда қалған, артта қалған ел жұртымыз, бауырларымыз, ауылдағы ағайындарымыз аман болсын деп бір қошеметтеп қойыңыздар ағайындар. Тамаша. Енді болса мына бесік көрсету рәсімі бар деймін ағайындар. Оған дейін сіздерге тағы да бір тамаша сұрақ болсыншы. Мына бесігіміз дайын болғанша. Енді ауыз екі сұрақ. Сол сұрақты тапқан адамға приз бар деп жатырмыз. Қаралбақша сұрақ, не сұрақ бар Қаралбақша? Оны өзіміз де білмейміз ғой. Ал, мына бірінші сұрағымыз. Баршаңызға оңай болсын, жеңіл болсын. Баршамыз да ауылда туып өскен адамбыз ғой. Төртлік малдың бәрін білеміз, білеміз. 3 жастан өткен жылқыны не дейміз? Бәріміз ауылда туып. Не дейді? Тайшық деген болмайды. Ау, құлын емес, құлын туылған ақты айтады, құлын деп. Одан құлын дейді. Сосын не дейді? Тай дейді. Ой, ағамыз, қошеметтеп қойыңыздар. 3 жастан өткен жылқыны дөнен дейді ағайындар. Дөнен дейді. Құтты болсын. Қайдан біліп, баршамыз ауылда туып өстігінге білет жатып айтып өтті. Келіңіздер. Сұрақтарға атсалысып кетіңіздер. Екінші сұрақ тағы да солай. 14 жастан өткен жылқыны не дейміз? Логикалық сұрақ. 14 жастан өткен жылқыны не дейміз? Жылқы деген жануар 30 жасқа дейін жасайды. Кім 14 жасқа дейін жасамайды ғой деген? Не демейді? Логикалық ағайындар. 14 жастан өткен жылқыны не дейміз? Білмейсіздер ма? 14 жастан өткен жылқыны 15 жастағы жылқы дейміз ағайындар. Айтып жатырмын ғой, логикалық сұрақ деп. Қатты білесіздер ма? Мектепті қалай оқыдық ағайындар? Математиканы 5-ке оқығандар бар ма? Бар. Ал кеттік онда. 0 мен 100-дің арасында неше 9-лық сан бар? Ал математиканы жақсы оқығандардан сұрақ. 0 мен 100-дің арасында неше 9-лық сан бар? Өзің 99. Көп кеттіңізге. 10 емес. 9, 19 бармақтарын бүгіп санап болатын ақып болдырға. 12 дұрыс емес. 11 дұрыс емес. 13 дұрыс емес. 10 дұрыс емес.
Дұрыс емес. Санаңдаршы, 9, 19, 9 емес. 101. 101? Өзі 100 сан бар, ода қалай 101 болады? Қалған президент өзім алып кетейін деп ойлаймын. 11 емес. Қанша? 100 емес. 90 емес. Қанша? 9 дұрыс емес. Қошеметпен ортаға келіңізші. Қошеметтен қояйық ағайындар. Нақты айтпа, әлдетек жобалап баш берді. Келіңіз. Ал, қош келдіңіз. Атыңыз, жөніңіз осы тойға кім боласыз? Есімім Нұржамал. Осы Маржанның құда баласының келіншегі. Кім болады сонда? Сұрақ болып кеткен дейсің, құдағай келін бола ма? Қош келдіңіз. Ал, жаңа сан жіктеп айтып бере аласыз ба? Ал, бармақтарыңыз бөгіп санаңыздар. 29 сан бар деп жатыр. 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99-да 29 бар, сонымен 20. Ой, тамаша. Нема, мектепте математиканы жақсы оқыдың ба, или тойға көп барасың ба? Тойға көп барасың ба? Құтты болсын. Қошемет деп қойыңыздар, ағайындар. Ал, соңғы сұрағымыз ән болады. Әжелеріміз ойланып қалды сосын, ән қояйық деп отырмыз. Біздіңіз. Енді қазақтың білмейтін әні жоқ шығар деп жатқанымыз ғой. Не болды? Сақау болған ештеңесі жоқ, ағайындар. Онда соңғы сұрақты ауыз екі болады. Азыр ақшадай тұр, берейін деп құдай тұрды деген аға. Қазір міне береміз. Соңғы сұрақ. Құстар неге жылы жаққа ұшады? Кім біледі? Неге? Аяғымен жүріп бара алмағасын ұшады деп тұрса айтасың. Құтты болсын. Мына бүгінгі әлім ауылынан сисапат бір қошемет деп отырсаңдар, алса да көре алмайды, берсе де көре алмайды, әйтеуір көре алмайды. Қошемет деп отырыңыздар. Енді жаңа 5 көрсету рәсім деп жатыр, 5-ті алып келейік. Мәке қайдасыз? Естіп отыр ма, естіп отыр ма? Мәке, бәке, кім бар? Іштегілерге айтып жіберіңіздер, жаңа бесікті дайындасын, алып келсін, көрсететін бесіктерін. Оған дейін мына іште болады деді ма? Ол іште болады, сіздің жақсы. Олай болса ағайындар, осы жерде аға жеңге, апа жезде, құда-құдағайлар, көршілерден бір ауыз тілек болсын. Баршамызға тойға келген жерде тамаша тілек айтып тұрайын деп отыр. Қаяқтан келді? Ауаға? Болды. Мен жаңа рәсім бар деп жатқасын істеп жатқан еді, енді ол іште болады дейді, олай болса. Мына апаларымыз асықпаңыздар, тілек арнайтын. Мына ағаларымыздан бір бата болсын, жаңа тұрады, асықпаңдар, жастар келсін, бата алсын. Бауыржан мен Маржан шақырайық батаға. Кішкентайлар болса, қызметте жүрген бала келіндер болса, келіп бата алыңыздар. Бәке. Еттің сәні сақал, сөздің көркі мақал, адамның көркі тапал, тойдың сәні бакал дейді. Сол айтқандай бакалдарға толтырылып құйылсын, басқан кіме тыйылсын, досы болса сүйінсін, дұшпаны болса күйінсін. Мына бүгінгі Бауыржан ағамыздың дастарханынан ішіп жегеніміз ағайындар тек жақсылыққа бұйырсын деп дастарханымызға да бір қол соғып қошеметтеп отырыңыздар. Әрқашанда дастархандарыңыз тойға жайылсын ағайын. Кәнеге келе қойыңыздар. Кешіріңдер көпшілік, біздің де болса қатамыз сатулы болып жүрмесін. Бүгінгі берген ақ батаңыз деп 90 ауыз сөздің толықтай түйіні осы дастарханның батасын жасаған жөн көріп жатырмыз. Мәкен қайда? Қызметте жүрген бала келіндер болса, орындарымыздан тұрып баталайық жасыл көндерден. Ал әлая әумин деп күллі мұсылман баласы ақ батаға қол жойдық, жаңбырмен жер батамен ел көгереді кәнеге. Ал әумин, жастар тұрамыз, баталамыз.
Bismillahirrahmanirrahim. Kulu kovanın kuvvetini bergeysin. Elhamdülillah bereketini bergeysin. Yeki dünyanın haberini bergeysin. Her türlü öfketten, beleden, celeden, körünmeyen hutbede su belesler tağaysın. Hak başarın bilekte Allah versin tecekte. Azadımızda maygaydan, samurumuza şaygaydan. Şort kanda yoldarım olsun, kadarata yoldaşlarım olsun. Kadar dağırsın, karşı ağırsın. Baslarından bağın gitmesin, avurlarından ağın gitmesin. Basın benim bana hiç yamanlık vermesin. Yüzlerinin külgü etmesin. Tabıslarım bol olsun. Den sağlıkların cemi. Mutlu olsun. Şumusların cemisi olsun. Tıplerin bir olsun. Kutuların mum olsun. Yüzümde cemisi olsun. Gözünüze sayalım. Allah'ın nazarında, baktım pazarında, Medine'de Muhammed Rüksan'da koyun. Ben kısa bir 360 evde koldasın. Kuyubada Bağırcan. Kızımız. Buna köpten kütken kuvanış. Bugün bana bebeler babasının bebelerin bağı berk olsun. Şahsı. Uzak olsun, ülkün azamat olsun. Mine sizin bugün şanlarınızda otmasın, ülkün kuvanışı olup atır. Akdiyonun karıncaylı jarlı batır. Tak, Beksultan edim. Ben nemeren kutlu olsun. Gelin bäriňizge olsun, bosa durgan barşa toyşu kavmi üýleriniz bolsa kuwançlyndyr, köp bolsun. Üýleriň yemeleket olsun, koralaryň koygat olsun. Tek kuwanç üstünde körse bergeymiz. Al bolay bolsa atamyzyň batasy kolga alynsyn, aynala күнмен urgan alynsın, atamyzyň berip jatgan batasy inşallah periştenin kulagyna çalynsın, toylarymız toy gylasyna gaýdar. Al bolay bolsa orşa antrak, kazakça altrak dep arıklarga 6 minut, semizlerge 8 minut, toluklarga 9 minut, 7 din antrakty dep jatyrmyz. Mынау бата берген атамызға шапан деп жатырмыз. Мынау шапаны етке жапқан, бұл шапанды Бауыржан ағамыз Алматыдан тапқан дейді ағайындар. Ай, тамаша. Мен тілек айтпадым деген ағайындар болса, дастарханның басында отырып, ақ тілек, ақ баталарыңызды арнаңыздар. Көп тілегі көл болады, жүз тілектің ішінде бір тілек қабыл болады деген ағайындар. Ай, тамаша. Ayta qo'sh, singlimizning bağı berib bo'lsin, jasi uzat bo'lsin. O'sha quvonchimiz bo'lsin, shirkatlar bilan o'skimiz. Quvonch kuni ko'p bo'lgan xudo. Amin akam. Olsun ayta. Oyat qo'qsin, alsan kelib. Hurmatli yaxshi Ay, tamasha apalarımız, mıng jasаңыздар. Өстіп Маңғыстауға тойға келіп тұрыңыздар. Ал, апалар, әжелер, мына кішкентайды бесікке саламыз деп жатыр. Шілдехана бесік той, тұсаукесер сүндет той деп кәнекей. Мына бейнемізден қыз келіншектер болса, билеңіздер. Hayata paket.
Oramamız, otu oramamız besin basına. Sizden sağan büyüğün
Самолетте салбыраған, Маңғыстауда бірінші шығып атқан көйлек. Мына Құдашаға, Бауыржанның атасына жалтырап, жайнап, осындай тек күні жүре бер. Сізді ертең келін алып, немереміз көп болсын деп, біз өз қолымызбен әкеп сізге киізгіміз келіп тұрады. Шешпекті құрым бәрі. Бәрін заказбен алдырдыға. Ертеп, арнап. Міне алыстан жол терлетіп, қуанышына көрсейін деп, Бауыржанның апасы, қандай тілегіміз. Мынау Бауыржанның жеңгесі Қоңырат районынан келіп тұр екеуі. Жұмыстарын тастап, немерелерді лақтырып деген сияқты. Келіндерді қарасты. Көйлектері. Жаңа кім және? Нағаш апасының кім ау енді келеді. Екіде 60 мол көйлек кисін деп алып Мынау нағасы әжесінің беріп жібергені желімізге Маржанның қызына. Әжесінің беріп жібергені. Екісі баласынан. Бәр заты бар ішінде. Енді шашшап түсіп қалама деп тұр. Аяқы, бас киімі бәрі. Жаңа апасы қайдан еді, нағаш апасы? Мына ұстап тұршы, қазір кегесін береміз да, ана саттарыңыз беріп алайық. Сөйтейік, саттарын берейік еді. Нағаш апасына ұнау. Үйлеріміз Астана қаласының заказбен алдырысыздар. Міне жұмысқа әкелген затымыз мынау әжесінікі. Нағашы әжесінің жәурешінің, Маржанның мамасынікі мынау. Маржан мамасы әкелгені, Айжан әкелгені. Бесігін алдын ала кетіп тастады. Нүкістегі нағашыларынікі, нүкістегі нағашы ағаларынікі. Нүкістегі нағашыларынікі. Өздері келалына жұмыста, соның беріс берген. Алар бәрі, осы Маңғыстаудағы нағашыларынікі, Сани апасы бар. Мынау Айжан нағаш апасынікі. Міне, Онда баласы қолында не деген сияқты? Сай апасы, Жақу апасы, Ай апасы, Сауле апасы, Алия Нұржамал. Мынау жаңағы ауылдағы Рамила жеңгесі, Гүлай жеңгесі, Қадыр апасы, үлкен әжесі бар, бәрі нағашылардың ауылдан әкелді.
Altın yüzük singlisi.
есіміні